Қара өрікті екіге бөліп, сүйектерін алып, кептіргіштің табағына тура осылай бір-біріне жақындау етіп орналастырамыз. Енді осының үстінен қант себеміз. Келесі тұз, сарымсақ. Бұл жерде кепкен чеснок. Және тоққа қосамын. Оборотын ең алдымен бірге, кейін екіге қоюға болады. Мінекей достар, тура 12 сағат уақыт өтті. Қара өрігіміз кеуіп, дайын болды. Олардың арасына құятын сұйық майды қайнатып, шамалы салқындатып қоямыз. Мінекей достар, қара өрік өте тамаша кепті. Енді жуылып қайнатылған мынау шыны ыдыстарға жайлап саламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Достар, кептірілген қара өрік дайын. Осы қалпында тоңазытқышта ұстаймын. Қажет уақытында алып шығып әртүрлі бутербродтарға, салаттарға қосуға өте ыңғайлы.